Сіздермен құрметті 20-ші мектеп мұғалімдері мен оқушылары. Бүгінгі бізде мәдениет фракциясының мектеп подкасты. Бүгінгі бізде қонақта математика пәні мұғалімі Мирахан апай. Ал ендеше бастайық. Ал енді бірінші сұрақ, сіз не үшін мұғалім болып таңдадыңыз? Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Бұл маған жалпы осы ұстаздарға көп қойылатын сұрақтардың бірі. Жалпы бала күнімде осы математика пәнін сүйіп оқыдым. Бұл менің осы ұстаздық таңдауыма және оның ішінде математика пәнін таңдауыма бірден бір себеп болды. Керемет. Ал енді екінші сұрақ. Есте қалған алғашқы сабағыңыз қандай болды? Есте қалған алғашқы сабағым ол менде 2011 жылы осы мектепке келген кезде алғаш бір сыныпқа ғана сабақ берген, 5-ші сыныпқа. Жалпы орташа деңгейдегі сынып болды. Оқушылардың сабағым қарапайым түрде сол бор тақтамен өткен. Сол ең алғашқы сабағым. Енді үшінші сұрақ. Оқушылардан ең жиі еститін сұрағыңыз қандай? Оқушылардан ең жиі еститін сөзім, оқушылар көп сұрайды жасымыз туралы, кейде отбасымыз туралы сұрап жатады. Ал енді ең жиі қойылатын сұрақ ол апай сыртқа шығып келуге бола ма? Сабақ үстінде сұрап жатады. Сол. Ал енді төртінші сұрақ. Бос уақытыңызда қандай хоббилармен айналысасыз? Бос уақытымда мен жалпы өзімнің хоббиіме келетін болсақ, ол менде ән айту, би билеу дегенде, енді жалпы бос уақытымда ұйықтауды жақсы көремін. Бесінші сұрақ. Егер сіз бір күнде оқушы бола алсаңыз, не істер едіңіз? Өте жақсы қойылды бұл сұрақ. Жалпы сіздер есейіп асырасыздар, ал сол балабақшаға қайтқыңыз келеді, оқушы күніңізге қайтқыңыз келеді. Егер бір күн оқушы болсам, мен де сіздер сияқты мектеп асханасында тамақ ішіп, және класстастарыммен бірге сабақтарға қатысатын едім, және сабақтан шығып серуендейтін едім. Оқушылар күнделікті қалай бір күн өткізеді, мен де солай өткізер едім. Алтыншы сұрақ. Қандай кітап немесе фильмді оқушыларға міндетті түрде ұсынар едіңіз? Кітап оқу жалпы өте тамаша қасиет. Ол бізде адамдардың ойлау қабілетін шыңдайды, логикалық ойлау қабілетін арттырады. Сондай-ақ өмірде кейбір қиындықтардан шығу жолын жалпы кітап арқылы адам өзін тәрбиелейді дегендей. Кітап оқу қарап жүрем, әдетте оқушылардың арасында да жақсы кітап оқырмандар бар. Сабақ үстінде кейде сабақ үзілісте болсын, кітап қарап отыратын оқушылар бар, жоқ дей алмаймын. Бірақ және де бізде осы қолфонға байланысты қазір кітап оқитын оқушыларымыз өте аз. Жалпы оқушыларға айтарым, соңғы оқыған кітабым ол менде Қуаныш Шоңбайдың екінші қолма деген кітап. Оны бізде жаңағы әр оқушыға шабыт береді, немесе мотивация береді. Сол ретінде сол кітапты оқуға ұсынар едім. Жетінші сұрақ. Қиын оқушылармен қалай жұмыс істейсіз? Қиын оқушылармен жұмыс істегенде ол бірінші тәртібі жағынан проблемасы бар оқушылар және бірі үлгеру өтемін оқушылар. Кез келген сыныпта ондай оқушылар кезігеді. Олармен мен жалпы жұмсақ сөйлесуге тырысамын, жеке-жеке мәселе өтпеймін. Себебі олардың математикадан қабілеті болмаса, басқа пәндерден қабілеті болуы мүмкін. Кейбіреуі спортқа бейім, кейбіреуі шығармашылық, суретті жақсы алады дегендей, немесе кейбір тілге мықты, немесе кейбіреуі гуманитарлық пәндерге жақсы деген. Сондықтан әрбір оқушыны жеке тұлға ретінде құрметтеймін. Және өзімді ұстаз ретінде оларға ақыл кеңесімді айтып отырамын. Және әрбір сабақта оқушыларды барлығын жетектеуге тырысам, кемінде 80-90% оқушыларды мен сабаққа тарта аламын. Ендеше ең соңғы сұрақ. Өзіңіздің оқушыларыңызбен шәкірттеріңізге қандай кеңес берер едіңіз? Өзімнің шәкірттеріме оқушыларыма берер ақыл кеңесім оқы және оқы деп айтар едім.
бізде қоғам қайраткері жазушы Ғабит Мүсірепов айтқандай, біздің оқудан кеткен есеміз көп деп айтады. Ғабит Мүсірепов, яғни атаң үшін оқы, әкең үшін оқы және өзің үшін оқы деп. Қазір білесіздер, ғарыштап дамыған заманауи техниканы, кейбір озық елдерге қарайтын болсақ, бір қанша жылдарға басқа елдерден ғылым техника болсын, немесе басқа жақтардан кейін қалып қойдық деп өзім енді айта аламын. Сондықтан айтады ғой, адаммен адам теңестіретін, немесе ел мен ел теңестіретін білім. Шәкірттерім айтарын, жаңағы бос күлкі, арзан күлкіге, арзан ойынға салынбай, жалпы өзі үшін оқысын, және ұлт үшін оқысын, ұлтымызды осы әлемдік деңгейдегі дамыған ұлт ретінде қалыптастыру үшін, және де осы мемлекетімізді Қазақстан дамыған мемлекет, мықты мемлекет ретінде мен өзім болашақта көргім келеді. Сол үшін жастарға айтар кеңесім, оқы, тіл үйреніңдер, ғылым техника, ғылым, білім оқыңдар, оқыңдар және оқыңдар деп айтқым келеді. Рахмет апай, сізге өте алғысым шексіз, осы сұрақтарға жауап беріп, мектеп подкастына қатысқаныңыз үшін. Жақсы, сіздерге де көп рахмет. Алда сіздерге сәттілік тілеймін, оқуларыңыз жемісті болсын.